Қырдағы қара сойыл бақандаған, қалада қара жүрек қаһарланған, тұсында сері болсын, пері болсын, ұнайды өмірімен ақан маған. Мен Ақжар негізгі орта мектебінің 9 сынып оқушысы Танат Мерей. Осы буктрейлерді дайындаудағы мақсатым оқырмандарды кітап оқуға шақыру болып табылады. Ақын, жазушы, драматург, сөз зергері, қазақ әдебиетінің негізін қалаушы Ілияс Жансүгіров. Оның поэзиясы ұлттық әдебиеттің классикалық байлығының қатарына жатады. Еремейінде өткен Сағынайдың асында ұлан асыр бәйгенің болатынын естіп, ақан сері құлагермен барады. Поэмада ақан сері мен оның құлагер атты жүйрік аты бейнеленеді. Құлагер ас пен бәйгеде алдына жан салмайтын елдің мақтанышы болған тұлпар. Алайда күншіл арам, пиғылды адамдардың қызғанышы салдарынан құлагер қастандықпен өлтіріледі. Бұл оқиға ақан серінің жан дүниесін күйретіп, оның ішкі трагедиясын ашады. Мен осы шығарманы оқып, ақан сері мен құлагер бейнесі арқылы талант пен асыл қасиетті бағалау қажеттігін, сезіну керектігін түсіндім. Жан иесіне қиянат жасамау, мейірім таныту поэманың басты өнегесі болып табылса, ұлттық рух пен салт дәстүрді дәріптеу автордың басты мақсаты еді. Бұл шығарма менің де өмірімнен сыр шертетіндей. Мен ақан сері секілді жылқы малын қатты жақсы көремін. Менің Үктай атты жүйрігім бар. Құнан бәйгелерде алдыңғы қатарлардан бой көрсетіп жүрміз. Бабымен де өзім айналсамын. Бұл шығарма маған қатты әсер етті. Кім бұл шығарманы оқымаған болса, оны оқып шығуға кеңес беремін. Құрметті оқырман, егер құлагердің қалай, кімнің қолынан мерт болғанын білгіңіз келсе, мен сізді Ілияс Жансүгіровтың құлагер поэмасын оқуға шақырамын.